Жоқ, ондай атағым жоқ. Енді мемлекеттік наградты алған жоқпыз. Енді тиісінше алып жатқан азаматтар олар лайықты шығар деп ойлаймыз. Алайда енді оны бір сынап, бір айта алмаймын. Бірақ өзімді ұсынған емеспін, енді мүмкін болашақта болып қалар. Мен бірнеше аудандарда қызмет атқарған, сол бірнеше ауданның құрметті азаматы бар, өзім Түркістан облысында қызмет атқарған. Мемлекеттік награда. Мемлекеттік награда ма? Мемлекеттік награда менде 2 орден бар, құрмет ордені мен парасат ордені. Бірнеше медальдар. Менде негізі құрмет ордені, ең үлкен сол мемлекеттік наградасы. Регионнан мен өзім Аққулы ауданы, Павлодар облысында. Сол Аққулы ауданының құрметті азаматымын. Орденім бар, барыс. Жұмысыма байланысты Атамекен кәсіпкерлер палатасына 10 жылдай жұмыс жасап, сол жақтан бір өзінің бір аты да есімде жоқ. Сол бір награда алғам. Енді құрмет грамоталары әртүрлі андай бір алғыс хаттар бар, бірақ қандай тиісінше мемлекеттік наградтар, бір облыстың азаматы ретінде ондай алған емеспін, енді жас шығармыз соған. Ол наградаларды сұрап алған жоқпын, бір жерден бір жалынып алған жоқпын. Ол мемлекеттік деңгейдегі берілгеннен кейін мен оны сондай кеудемді толық көтеріп, сондай деңгейде тағында. Енді құрмет ордені ол өте сондай сыйлы, осы мемлекеттік бір дәрежелі үлкен награда. Оны енді өзімді жанындағы адамдар, туысқандар болсын, достарым бәрі сол құрмет ордені иегері деп сондай жақсы пікірмен, жақсы оймен досымыз, әкеміз мықты жұмыс істегеннен кейін осы мемлекет соны әдейілеп көрсетіп отыр. Көптеген жаңағы мүгедектігі бар азаматтар, көптеген жаңағы әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың құқықтарын, мәселелерін көтеріп жүрмін. Енді оның тізбектеп айта берсең өте көп. Сондықтан мен қолымнан келгенше жағдайды түсінгеннен кейін, өзім сондай жағдайда болғаннан кейін, оның ішінде жаңағы параспортшылар да бар, оның ішінде жаңағы жалпы мүгедектігі жоқ азаматтар да бар. Сондай қолымнан келгенше ол кісілерге осы мандатымды пайдаланып, шынын айтам, мандатымды пайдаланып, депутаттық мандатымды пайдаланып, сондай қолынан келгенше көмектестім. Біз кәдімгі конституцияға сай парламенттің депутаттарына жүктелген міндет бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ал менің күнделікті жасаған тірлігімді әлеуметтік желіден тиянақты көрсетуге деп ойлаймын. Мен енді мамандығым агро саласы болғаннан кейін соның төңірегінде жұмыс жасап жатырмыз. Мен мәселен әр жаңағы заң шығаратын топтарға кірем. Ол мәселе жұмыс көп ол. Сізбен мен бір ауызда сіз егерден тиянақты менен не жұмыс атқарып жатқанын келдім десеңіз, маған бір жарты сағат, 1 сағат уақыт бөліп келіп жаңағы сұхбат алуыңызға болады.